Құрметті достар, ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне байланысты зияткерлік күніне арналған Төлен Әбдік «Ғасыр жазушысы» атты кітап көрмемізді ұсынамыз. Төлен Әбдік қазақ жазушысы, драматург, қоғам қайраткері, Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының иегері. Төлен Әбдік 1942 жылы 4 қыркүйекте Қостанай облысы Заңгелді ауданында, Еңбек ауылында дүниеге келген. 1965 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін тәмамдады. 1965 жылы 70 жылдар аралығында Қазақстан пионері газетінде әдеби қызметкер болып жұмыс атқарды. 1977 жылы 79 жылдары Қазақ киностудиясында бас редактор болып жұмыс істеді.